Құдай сүйген патша. Жер бетінде Алланың өзі жақсы көрген патша өмір сүрген. Алланың махаббаты оның байлығына да, билігіне де, жер қайысқан әскеріне де байланысты емес еді. Оның аты Дәуіт болатын. Ол патша әрі пайғамбар болды. Алла оған темірді оңай жұмсарту сырын үйретті. Тау мен құс қосыла балқитын ерекше әсем дауыс берді. Забур атты үкім кітабын сыйлады. Бәрінен де ең кереметі, ол Алланы ұмытпайтын жұмсақ жүректі иесі еді. Дәуіт өмірінің соңына дейін күнара ораза ұстап өтті. Түндердің көп бөлігін намазбен өткізген, Аллаға алғысты осылай білдіретін. Жүзі ғибадаттан нұрланып тұратын. Үкімі әділ, ісі шынайы, сөзі ақиқаттан алшақтамайтын. Оның ұлы аң мен құсқа, адамзат пен жынға бірдей патша, әрі пайғамбар болған Сүлеймен еді.